Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 49-ші сабақты түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде өзіңді тексер деген бөлім екен. Яғни бұл жерде бізде бірнеше тапсырмалар беріледі. Осы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз, тиісті тыныс белгілерін қой дейді. Енді бізде 3 түрлі сөйлем берілген, яғни бұл жерде сөйлемдердің орындары ауысып кеткен. Сол сөйлемдерді дұрыстап құрауымыз керек болады. Бірінші, сен оқитын мектеп алыс па? Екінші, мәтінге ат қоюға болады. Үшінші, аюдың баласы не? Келесі екінші жаттығу. Мұғалім менің мектебін өлеңін жатқа жазуды тапсырды. Өлеңді жатқа жазу үшін алдымен, содан кейін, ең соңында не істейсің деген бөлімдерді қарастырамыз. Өлеңді қалай жатқызып жазуға болады тақырыбында әңгімелеу мәтінін құрастыр. Мәтінді алдымен мәтінді оқып, не туралы оқығанды көз алдыма елестетемін, сөйлеммен бастап жаз дейді. Яғни бұл жерде өлеңді қалай жатқа жазады дейді. Алдымен мәтінді оқып, не туралы оқығанды көз алдыма елестетемін. Содан соң өлеңді бірнеше рет қайталап оқимын. Содан кейін кітапты жауып қойып, қайталаймын. Ең соңында жаттағанымды еске түсіріп айтамын. Яғни бұл мәтін не істеймін деген сұраққа жауап береді. Құрастырған мәтіннің қай сұраққа жауап береді дейді. Келесі үшінші жаттығу. Сұрақтардың көмегімен суреттегі затты сипаттап жаз. Суретте бізде доп берілген екен, Суреттегі зат доп. Ол ала түсті. Яғни қызыл, сары, көк түстер араласқан. Оның көлемі домалақ, доп резеңкеден жасалған. Бұл доп балалардікі деп допты сипаттап, оның түсінің, көлемінің қандай екенін, неден жасалғанын және ол кімдерге арналған екенін жазуымыз керек болған. Келесі төртінші жаттығу. Мәтінді оқы, біз сыныпты таза ұстаймыз. Өйткені ол біздің екінші үйіміз. Мұны балалардың бәрі жақсы түсінеді. Енді мәтіннің түрін анықта дейді. Мәтіннің түрі бұл жерде сипаттау мәтіні. Яғни біз мектепті, біз сыныпты сипаттап жазып тұрмыз, Яғни бұл жерде мәтін түрі сипаттау мәтіні, мәтінге ат таңда дейді. Сынып екінші үйіміз десек болады, Келесі мәтін мазмұны бойынша екі сұрақ құрастырып жаз дейді. Бірінші сұрақ, біз неге мектепті таза ұстауымыз керек? Екінші сұрақ, біздің екінші үйіміз қандай деп сұрақ қойсақ болады. Келесі бізде бесінші жаттығу. Пайымдау мәтіні туралы білетініңді пайдаланып жағдаяттан шығып көр дейді. Медеттің інісі балабақшаға барады. Кешке Айдын ағасынан жапырақ көктемде неге жасыл, күзде неге сары болады деп сұрап қоймады. Сұрақтың жауабын таба алмаған Айдын көмекке сыныптастарын шақырды. Сенің жауабың қандай болмақ? Яғни сұрақтың жауабын таппасаң, дерек көздерге жүгін дейді. Енді бұл жерде көктемде ағаш жапырақтарында жасыл түсті хлорофилл көп болады. Ол күннің жарығын сіңіріп, ағашқа қорек жасауға көмектеседі. Ал күзде күн салқындап, жарық азаяды. Оның жасырын тұрған сары түстері көрінеді. Сондықтан жапырақ көктемде жасыл, ал күзде сары немесе қызғылт түске айналады екен. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.